Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңдер. Бүгін сіздермен бірге лямпи салатын жасаймыз. Видеоны көрмес бұрын каналға жазылып қоңыраушаны баса кетіңіз. Ең алдымен 500 грамм ұнға 260 мл суды құйып илейміз. Ол суға 5 грамм тұз қосамыз. Әбден елеп 10 минут бойы пакетке салып иін қандырамыз. Он минуттан кейін тағы шығарып елеп, тағы да пакетке салып 30 минут тындырамыз. Отыз минуттан соң бұны үлкен ыдысқа салып, қамырдан жасалған сұйықтығымызды жасаймыз. Қамырды суға әбден езіп, осындай сіңірі қалғанша езе береміз. Сұйықтықты тазалап сүзіп аламыз. Сосын қамырдың сіңірін тағы да салып, сумен тағы да еземіз. Осылай 3-4 рет қайталаймыз. Ең соңында қамырды суға езген кезде су тап-таза болатын жағдайға келеді. Ал сұйықтығымызды 5-6 сағатқа тұндырып қоямыз. Қамырдың сіңірін бөлек ыдысқа салып, 30 минутқа буға пісіреміз. Отыз минут өтті, қамырымыздың сіңірі пісті, сондай әдемі болып пісіпті. Бұны бөлек жерге қойып қоямыз. 5-6 сағаттан кейін сұйықтықтың түбіндегі тұнбасынан бетіндегі суын ажыратып аламыз. Бізге сұйықтықтың тұнбасы ғана керек болады. Тұнбаның қоюлығы шамамен осындай болады. Тұнбамыздан 500 мл өлшеп алып, оған 5 грамм тұз қосып, үстіне 300 мл су қосып араластырамыз. Сұйықтығымыз дайын болды. Бұдан сондай қатты созылатын лямпидің кеспесін жасаймыз. Түбі тегіс табаққа май жағып, бір қасық сұйықтығымызды құйып, қайнап тұрған судың үстіне оның буы арқылы пісіреміз. Сұйықтығымызды тегістеп алғаннан кейін қақпағын жауып, оны 2-3 минутқа қалдырамыз. Кеспеміз дайын болды. Енді бұны салқын судың үстіне қойып, суытып аламыз. Суытып алған соң бетіне жұқа май жағып, қолдана берсек болады. Міне көріп тұрғандарыңыздай кәдімгідей созылады. Бұны қамырдан жасады дегенге сену өте қиын.
Міне оннан да сондай қатты созылатын кеспенің қабірін жасауға болады. Ал енді піскен қамырымыздың сіңірін кесіп, салатымызға дайындайық. Бұл салатқа жағы дайындаған заттарымызға қоса, ұзыншаланып тұралған сәбіз бен қиярды да пайдаланамыз. Және де осындай сарымсақтан жасалған суды пайдаланамыз. Сосын сірке су мен ащы бұрыш қоймалжыңын қолданамыз. Бұл ащы бұрыш қоймалжыңын дайындау жолын менің ланчжоу кеспесінде жасаған видеомнан көруіңізге болады. Сосын үстіне аз мөлшерде сірке су қосамыз. Заттардың бәрі қалыпты мөлшерде қосылды. Бұның дәмі сондай күшті деп айта аламын. Міне кеспеміз сондай дәмді болды. Каналға жазылып, видеоға лайк баса кетіңіз.